қысқаша көңіл күйге үшін шатыр шеңберінде барлық бастаулардың нәтижесі. Ол саған мақсат жетуіне сәйкес. Бүгінгі сабақта армандаған генетикалық теорияның негізгі теңдеуі. МКТ немесе 3-тен 2 барлық заттар кішкентай бөлшектерден молекула атомдардан тұрады және де олар үнемі қозғалыстар хаосты қозғалыс методында Креатин болады 1,138. телефондарыңызды пайдалану арқылы QR-код дегенде сол кезде бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ашылады. Енді бейнелеп папирон теңдеуін деп отырғанымызбен сіздерде бізде МК-ның негізгі теңдеуі ғой, МК деп отырғанымызда бұл жердегі N шықты, иә, бұл да жаңағы папиронның жасаған теңдеуіне ұқсас. Жасырылған тапсырмаға қарай барамыз. Қандай тапсырма болды, сол тапсырманы топ болып орындаймыз. Қай кезет бара ғой. Бұл жерде құрыжа келтіретініңіз бар ма? Идеал газ келтіретіңіз. Дұрыс. Сосын қалай шықты? 1568 көбейтілген 10-ның төрт дәрежесі басқа шықты. Одан формула болға Не формуласы одан? 2 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі метр куб және де 0,16 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі. Көлем берілген 1,0 универсал газға бөлдік. Енді осыны неге айналдыршы? Грамм. Плюс 6 болады. Плюс 6-дан 3 аламыз. Иә. Көбейтеді. 6-ны 10 көбейтіледі 560 болады. Оны бөлеміз 7,18-ге. Бейнелес папирон теңдеу қайсы? Идеал газ теңдеу қайсы? Дұрыс па бәрі?